Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ыршан және Әсем мен Аида. Бала күніміздегі көрген біздің сүйікті мультфильмдердің кейіпкерлерінің тарихын білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Әрбір мультфильмді көріп өссек те, біз оның шығу тарихын білмеуіміз мүмкін. Ал бүгін біз мультфильмдердің қайдан пайда болғанын, қалай шыққанын және де олардың артында жатырған жасырын мағыналарын ашатын боламыз. Рахмет. Иә, Ыршан, рахмет. Жалпы біз кішкентай кезімізде енді мультфильмдер көп қарадық қой. Иә. Телевизордан күтіп отыратын едік деген сияқты. Оның бір уақыттары болады. Жалпы біз Микки Маус деген мультфильмді көп көретінбіз. Жалпы ол дейтін бір ерекше бір мультфильмдерін біліп болды ғой. Негізінде басында осы Уолт Диснейдің жалпы Микки Маустың аты Мортимер Маус болған, бірақ Уолт Диснейдің жұбайы Лилиан оны бір тым ресми есім ретінде атағандықтан оны Миккиге ауыстыруға тура келетіндігін айтты. Иә, Миккиге ауыстыруға тура келетіндігін айтты. Жалпы ол бір кішкентай бір кейіпкер, бір батыл кейіпкер болса да, ол бір Американың жасампаздығының символына айналды. Бір күшті қозғалыстың бір кейіпкері ғой ол негізінде. Мағынасы, иә. Ал менің келесі айтып өтетін кейіпкерлерім Том мен Джерри. Бәріміз білетін, қазір менің ата-анам да біледі, сіздердің ата-әжелеріңіз де біліп қалуы мүмкін, себебі бұл мультфильм 1940 жылы ойлап тапқан екен, даже біздің ата-әжелерімізден де үлкен. Бұл мультфильмді ең бірінші 1940 жылы Джозефер Барбер мен Уильям Ханна ойлап тапқан екен, және де бұл туралы негізі бұл шықпай қалу керек болатын, мысалы үшін. Қазір бірінші эпизод сәтсіз өткендіктен, сәтсіз деп бірінші эпизодтан кейін оны тоқтатып тастағылары келген, бірақ бір ойламаған жерден танымалдылыққа ие болып, ары қарай түсірілімін жалғастырған. Негізі бұл мультфильм просто қуаласпақ ойыны сияқты болып көрінген, өмірі шыққандарды қуып жүрді. Бірақ бұл мультфильм мағынасы өмірдегі қарбалыстар, адам мен екі адамның ортасындағы қарама қайшылық пен бір-біріне келіспеушілік деп айтады ғой, жарыс деп айтады ғой. Соған келеді екен, және де екеуінің төбелесінің бір-бірінің артынан қуалауының мультфильмнің соңына шейін жалғасуы, бұл біз қанша қашсақ та өмірдегі қиыншылықтардан қашпайтынымызды, қашып кете алмайтынымызды білдіреді екен. Өте қызықты факт. Ал менің айтатын кейіпкерім бұл Спанч Боб мультфильмі. Оны да барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Бұның авторы Стивен Хилленберг, ол теңіз биологы болған екен, және де бұл мультфильмді ойлап табу барысында теңізге деген қызығушылықтарын қосқан. Барлығымыз білетіндей, Спанч Боб теңіздің астындағы өмірді көрсетеді. Бұл Спанч Боб кейіпкері ол сондай бір әр нәрсеге оң көз қараспен қарайтын және де сондай бір баладай таза кейіпкер. Оның кішкентай нәрселерге қуануы, өмірі көңілді жүруі, бұл бізде өмірде әрбір қарапайым нәрселерден бақыт табатынымызды және де әрбір кішкентай нәрсеге қуана білуімізді үйретеді. Өте қызықты мультфильм. Бәріміз көрген шығармыз. Иә, барлығымыз көрдік. Енді менде осы сендерге сұрақ, бәріміз енді бәріміз барлығы білетін мультфильмді айтып кеттік. Енді өздерің қандай мультфильмді жақсы көресіңдер, және ол туралы қандай қызықты фактілерді білесіңдер? Енді Шрек мультфильмі бар. Шрек мультфильмі енді құбыжық бұл көрінеді ғой бізге. Бірақ та бастапқыда ол негізінде бір жазушының негізгі ойдан шығарылған құбыжық бейнесі негізі ол кітапқа арналған. Бірақ та DreamWorks студиясы Шрек бейнесін бір ертегілер әлеміне бір жаңалық ашқандай бір кейіпкер ретінде саналды. Ол жалпы былай құбыжық болып көрінгенмен оның жалпы бір адалдығы, өзіндегі бір сенімділігі ол сыртқы келбеттің ар жағындағы бір сұлулықты білдіреді. Негізі айтады ғой, кітаптың сыртына қарап шешім қабылдама деп сол сияқты. Ал мен айтатын жалпы Disney компаниясын барлығымыз білетін шығармыз. Ол компанияның мультфильмдерін барлығымыз кішкентай балалар барлығы көріп өскен. Жалпы бұл компания 1923 жылы Америкада ашылған екен. Бұл негізінде мультфильмдер өте ерекше және де атмосферасы бөлек деп айта аламын.
Осы компаниядан, Диснейден шыққан маған ұнайтын мультфильм ол Белла мен Құбыжық. Бұл жерде нәзік арудың тағдыры мен жаңағыдай Құбыжықтың өмірі баяндалады. Екеуі бір араға келіп, олардың махаббат хикаясын көре аламыз. Негізінде бұның көрерменге берер ойы, мән мағынасы қандай деп сұрасаңдар, бұл жерде адамның сырт келбетіне қарап оған баға беруге болмайтындығын үйретеді. Яғни адамның ішкі жан дүниесіне үңіліп, оның шын мәнінде қандай адам екенін біле аламыз. Және де айта кетерлік, осы Белла кейіпкері сол Құбыжықтың сырт келбетіне қарамастан, оның ішкі жан дүниесіне үңіліп, оның шын мәнінде қандай адам екенін көреді. Бұл жерде біз Белла кейіпкерінің ақылдылығын және де адамгершілік қасиеттерін көре аламыз. Ал Аида, сенің қандай осы Диснейден шыққан сүйікті мультфильмің қандай? Менің мультфильмім Моана мультфильмі. 2016 жылы жарыққа шыққан. Одағы білесіңдер, басты кейіпкер Моана. Олар ата-анасына көмектесу үшін, өзінің еліне көмектесу үшін алыс сапар шегіп, елін құтқарып қалады. Айтады ғой, жоқшылықтан, жойылып кетуден құтқарады. Бұл мультфильмге оған ұнайтын себебі, бұл кезде Моананың батылдығы. Негізі қазіргі кезде әйел адамдар ондай батылдыққа бара алмайды. Ол мультфильмнің мағынасы өте терең деп санаймын, себебі ел үшін ондай затқа, ондай тәуекелге ешкім көп бара бермейді, және де әйел адам бара бермейді. Және де бұл мультфильмдегі жақсы фактордың бірі, бұл мультфильм басында Моана емес, ер адам туралы болғысы келгенге, ер адамды басты кейіпкер етіп түсіргісі келген екен, бірақ та ең соңында Моана кейіпкерін әйел адам қылып өзгерткен екен. Себебі қазір бізде феминизм деп айтады ғой, соған байланысты Моанаға өзгерген. Бұл ең бірінші, мен білуім бойынша, бұл 2016 жылы ақш-та 16 қараша күні Афи Фест кинотеатрда ең бірінші премьерасы болған. Одан кейін 23 қараша күні ақш-та премьерасын өткізген. Негізі мен білуімше әлі күнге дейін жаңағыдай маусым дейді ғой, сезондары түсіріліп кинотеатрға шығып жатырған мультфильм. Осы жақында екінші сезон түсіріп жатыр дегенде түсіріп болды, енді кинотеатрларға шығарып жатыр. Негізі Моана сияқты храброе сердце бар ғой. Сондай мультфильм бар тоже, батыл жүрек. Әйел адамдар туралы, негізі батыл әйел адамдар туралы көп кинолар, мультфильмдер түсіре бермейді. Өте сирек кездеседі. Сирек кездеседі, Осы да енді тағы бір мультфильмді айта кетейін, енді ол барлығын да білетін шығарсыңдар, Кунг-фу панда. Бұл енді бізге бір соғыс дейін бе, не істеген, соғыс туралы емес, бірақ Кунг-фу панда жалпы басында бір өзінің мүсініне бір таңданбайтын, бір өз мүсінінен ұялатын деген сияқты бір кейіпкердің бір түрі ғой. Бірақ ол соңында өзінің бір шешіміне келе, өз-өзін қабылдап, бір адамның, әрбір адамның бір ішінде бір күш бар екенін көрсетеді. Бірақ ол сол күшті бір адам өзінің мақсатына пайдалану керек ретінде өзі түсініп, сол мультфильмді алып шыққан бір герой дейді ғой, кейіпкердің бір түрі. Айтады ғой, ол Кунг-фу панда деген андай, айтады ғой, күлкілі персонаж ғой, персонаж ғой. Бірақ соңында жеңіп шығады. Негізі жылайтын сценалары да бар ғой. Бар, өте көп. Осымен болдық па? Міне достар, біздің алып келген, көрсеткен, айтқан кейіпкерлеріміз осындай. Балалық шағымызда көрген, естіген, білген мультфильм кейіпкерлерінің шығу тарихына шолу жасадық. Бұл жерде біздің түйетін ой, бұл мультфильм кейіпкерлері бізді күлдіріп қана қоймай, бұлар бізді өмірге деген көптеген астарлы мағыналары бар. Көптеген жақсы жағдай болсын, жаман жағдай болсын, солардың барлығына нық тұруға үйретеді. Ал сіздерге қандай кейіпкер ұнады, пікірлеріңізде бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар. Жағаласу